Не, солай дейсің. Өткендегі заказға хабарласқан жоқ па? Жоқ. Үйді қалап бітірмеген әлі. Онда Ерахаңға звондап көрейік. Өткенде бір монша бар деп еді ғой. Кафелдеп тастау керек деп жатыр еді. Ол моншаны баяғыда бітіріп тастады ғой. Біз хабарласпағаннан кейін сәкеңдерге беріп жіберген ғой. Сөйтті ма? Не істейміз? Осылай отыра береміз бе? Алло. Уағалейкумассалам. Кім екен? Сен бе? Неге басқа нөмірден звондап тұрсың? Қойшы. Мен сынайын дедің бе не? Қашан? Білмеймін. Дәл сол күні босаймын деп айта алмаймын. Көрерміз. Көрерміз деймін. Хабарласам. Жақсы, давай. Нақтысын айта алмай тұрмын ғой. Білмеймін, енді хабарласармын. Жақсы, давай. Нағашым ғой. Бір үй салып отыр еді. Соған көмектесесің бе деп. Енді барасың ба? Ой. Намаз оқы десең оқымайды. Ораза ұста десең ұстамайды. Онымен қоймай сенің дініңді мазақ қылады. Имандарыңды мазақ қылады. Өзіне бір көмек керек болса болды, ассаламағалейкум деп іші бауырын кіріп кете жаздайды. Дым болмаған. Мен сенің орныңда болсам бар ғой, баратын едім. Сенің туысқаның ғой деген. Оған сенің туысқандығың көк тиын. Мейлі. Туысқаның қандай болса да, өзің дұрыс болсаң болды ғой. Өзі кейін реттеледі бәрі. Сонда не? Бәріне шыдап отыруым керек пе? Иә. Алланың разылығы үшін шыдайсың бәріне. Қазіргі заманда біреуге уағыз айтып, оны тыңдатам деп, оған ашуланып, дініңді тықпалай бере алмайсың сен. Одан да өзінің іс-әрекетімен көрсет. Туысқаның шақырды ма? Бар. Қолыңнан келе ме көмектес. Ниетіңді, тазалығыңды, бауырмалдығыңды, мұсылмандылығыңды сонда көрсет. Сонда ғана сенің дініңді жұрт көркем түрде танитын болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис шәріпінде бар. Кімде-кім туыстық қатынас түзетін болса, ол бізден емес деген. Екеуміз бір қайтсақ қалай болады? Барайық. Бәрі бос қотыр қой. Көмектесейік қолымыздан келгенше. Бір қайтамыз ба? Барайық. Алло, нағашы.